Аружан соңғы кездері ұйықтар алдында бір жұмсақ, ерекше дауысты естіп жүрді. Дауыста мейірім бар болатын. «Қорықпа, мен сені қорғаймын» дейтін. Алғашында бұл жай қиял деп ойлады. Бірақ дауыс күн сайын қайталана берді. Айқындала түсті. Бір күні ол жастығының астынан ескі қағаз тапты. Онда беймәлім тілде жазу бар еді. Бірақ жүрегі бұл сөздердің мағынасын сезді. «Кел менімен, саған шындықты көрсетем». Түн ортасында Аружан терезе алдында тұрған ақ шапанды, қанаттары бар періште бейнесін көрді. Ол көз алмай қарап тұрды. Жарық шашып, бет жүзі көрінбеді. «Сен мені естіп жүрсің, Аружан. Саған ғана көрінем». «Сен кімсің?» «Мен жарық иесімін. Мен сенің шын досыңмын. Адамдардан жамандық көрем дейсің, ие?» Аружан басын изеді. Ол шынында да жалғыз болатын. Мектепте мазақ, отбасында түсініспеушілік. «Онда менімен жүр, менімен бірге бол. Бұл дүниенің ауыртпашылығынан босайсың». Келесі түні періште қайта келді. Бұл жолы ол ақтық шешім сұрады. «Саған тек бір қадам қалды. Осы түн соңғы мүмкіндік. Мен сені жоғалтып алғым келмейді». «Қайда апарасың мені?» «Шындыққа, мейірімге, бұл әлемнен тыс жерге». Қыз күмәнданды, бірақ неге екенін білмейді. Жүрегі шым етті. Аяғы дірілдеп періштеге жақындай берді. Сол сәтте Аружан кенет артына қарады. Артында айна. Періште айнада көрінбейді. Оның орнында қара шапанда ала көзді қисайған жүзді бір құбыршық тұр. «Бұл не?» деп шегінді қыз. Періштедей көрінген бейне кілт тоқтап. Айнаға қарамау керек еді. Бірақ енді тым кеш. Қанаттар жалған, жарықты елес. Ол шынайы періште емес. Адамдардың үмітін ұрлап жанын алған көлеңке болады. Таңертең Аружанның анасы бөлмесіне кіргенде қызы ұйықтап жатқандай көрінді. Бірақ оның жанында ескі қағазбен жанып кеткен, ал қабырғада күйшелермен мына сөз жазылыпты: «Ол енді мейірімді болмайды».